Баршаларыңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз сырники жасаймыз. Өте керемет, тез дайындалады. Қажет болады творог. Одан соң бізге бір жұмыртқа, манка, бір үлкен қасық ұн, шымшыл тұз қажет болады, бір үлкен қасық қант. Жақсылап тұрып вилкамен осылай басып бүкіл консистенциямызды араластырамыз. Осындай консистенция шығуы тиіс. Үстіне кішкене ұн себеміз, жабысып қалмас үшін. Енді біз осы қасықпен немесе қолмен алып формамызға келтіреміз, сырниктің формасына. Осылай домалатамыз, шеңбер құсап, шарик құсап. Мен бірінші осылай істеп алам. Қасықпен болады, немесе қолмен болады. Пышақ аламыз. Осылай домалатамыз ұнға. Жақсылап тұрып, жабыс қалмас үшін. Осылай қолмен жасаймыз. Одан соң осылай видеодағыдай қараңыздар. Кішкене үстін басып жібереміз. Осындай бізде шығады. Сковородкаға мен сұйық май қостым. Орташа отта менде қазір тұр. Енді екінші жаққа ауыстырамыз. Жаймен отқа қойып қоямыз. Асты күйіп кетпес үшін. Бетін жауып 5-10 минут піссін. Достар, осындай бізде сырники шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Іші осындай болып шығады. Арасы піскен. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен болған бүгін Динара. Келесі кездескенше сау болыңыздар.